Жыл басынан Нұр Отан партиясының облыстық филиалы қоғамда қабылдау арқылы көмек сұрап келген 478 азаматқа қол ұшын берді. Орта есеппен партия филиалына жылына 3000-нан астам арыз түседі. Мысалы, мүгедек Қуаныш Некібаевқа Нұр Отандықтар сүйікті жұмысына орналасуға көмектескен. Толығырақ Лаура Тәліпованың бейнематериалында. Қуаныш Некібаев әскерден кейін келісім шарт бойынша Шешенстандағы соғысқа қатысып, одан соң Тәжік-Ауған шекарасында әскери қызмет атқарды. Жат жердегі қақтығыстар кезінде взвод командирі жарақат алып, майданда жолдастарының өлімінде көрді. Қуаныш бейбіт уақытта өмірдің мұндай сынақтар жіберетініне шиқтаса түсіне кірмеген жасырмайды. Елге оралған соң ол қалалық әскери комиссариатта, кейін әскери институтта қызмет етті. Әскери қызметшінің мансабы 6 жыл бұрын бұзақылардың шабуылынан кейін аяқталды. 3 сағат бойы қақаған аязда естісі жатқан оның қолдарын үсік шалды. Тағдырдың ауыр соққысына қарамастан Қуаныш жұмысқа орналасып, қоғамға қажет болғысы келді. Есепші және компьютерлік іс курстарын тамамдап, инженер бағдарламашы мамандығын игерді. Бірақ жұмыс табылмады. По инстанциям. Жұмысқа ешкім алған жоқ. Бір кабинеттен екінші кабинетке жөнелтті. Әлеуметтік қорғау органдарына да жүгіндім. Олар екі қолсыз бізге керек жоқсың деді. Мен оларға қандай бағдарламалармен жұмыс істей алатынымды көрсеттім, бірақ олар еш мән берген жоқ. Қуаныш мәселесіне Нұр Отан партиясы облыстық филиалы қоғамдық қабылдауындағылар назар аударды. Жұмысқа орналасуға көмектесті. 3 жыл қатарынан ол сүйікті ісімен шұғылдануда. Басқаларға да үміт үзбеңдер дейді. Ардос жүрек мүгедектер бірлестігінің мүшелері де үміт үзбеуге шақырады. Олар мүмкіндігі шектеулі жандарға жаңа өмір сыйлауға тырысады. Сәуір айында ұйым Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қорының қолдауымен өткен әлеуметтік идеялар жәрмеңкесіне қатысқан болатын. Айта кету керек, бұл ретте қоғамдық бірлестік партияның қоғамдық қабылдау бөлмесі көмектесті. Біз 1 миллион 200 мың теңгеге грант жеңіп алдық. Жобаның басты мақсаты әлеуметтік мәдени шаралар арқылы мүмкіндігі шектеулі жастардың белсенділігін арттыру. Біз әуел бастан барлығына қызықты болу үшін осындай жобаны құрастырдық. Бірлестікте облыс бойынша 1000-нан астам адам мүшелік етеді. Олар үшін жарыстар, психологиялық және бизнес тренингтер, ипотерапия сабақтары ұйымдастырылады. Осылайша бір ғана оң қадам мыңдаған адамға үміт сыйлайды. Партиялық қоғамдық қабылдаудың да көздегені осы. Когда люди приходят, звонят, или лично приходят и говорят о том, что бізге келген хабарласқан адамдар көмектескеніміз үшін алғыстарын білдіріп жатады. Әрине қандай болсын, мәселе бір күнде шешілмейді, бірақ біз заң бойынша құжаттарды дұрыс рәсімдеуге кімге және қайда баруға бағыттаймыз. Жыл басынан қоғамдық қабылдауға 2087 адам жәрдем сұрап келсе, оның 4-тен 1-не көмек көрсетілді. Мәселелердің барлығы бір күнде шешіле қоймайды. Бірақ ең бастысы оларды тыңдап, демеу болып қолдайтын жандар бар. Лаура Тәліпова, Альбина Халымова, ақпарат.